Мен өзімнің ақылымды, санамды сәтсіздікке, табысқа қалай программалағаным туралы бір оқиғаны айтып бергім келіп тұр. Бұл көп жыл бұрын болды. 30 жыл бұрын болған оқиға. Бізде батыс жағалауында керемет жаз болатын. Мен және менің досымда желкенді яхта болды. Біз онымен күнде теңізге шығатынбыз. Кем дегенде аптасына 5 рет. Бұл жаз керемет жаз болды. Қалай айтсам екен, ауа райы күнде ғажайып болып тұратын. Біз әр күні теңізге шыққанда, бұл өмір осындай дейтінбіз. Білесіз бе, ауа райы ғажайып, өмір осындай дейтінбіз. Бұл әзілге айналып кетті. Сосын не болды? Мен бұл сөзді өмір осындай деп әдетке айналдырдым. Өмірде жақсы нәрсе болған әр сәт сайын мен өмір осындай дейтінмін. Әрине, маған бұлай айтқан ұнайтын. Бұл тіркесті көп адамдар қолданады. Бірақ көп адамдар бұл тіркесті қарама-қарсы жағдайда қолданады. Яғни, өмірде сәтсіздікке ұшырағанда өмір осындай дейді. Бұл өмір осындай деп өзін жұбата бастайды. Неге бұлай істейсіздер? Ақыл есті сананы неге бұлай программалайсыздар? Бұл мен үшін әдетке айналды. Тіпті мен бұл тіркесті қолдануды азартқа айналдырдым. Жақсы нәрсе болса, сәттіліктер көріне бастаса, мен өмір осындай деймін. Бұдан кейін таңғажайыптар кезек-кезек бола бастады. Адам сенгісіз. Менің жолым бола бастады. Бұрын жолым болмады деп айта алмаймын. Бірақ бұл кішкене қорқыныштылау жол болғыштық болды, түсінесіз бе? Сізге қалай айтсам екен, мен өзімнің мына оқиға есіме түсіп тұр. Леонардо Коэннің концертіне билет алмақшы болдым. Оның біздің қаламызға келетінін естідім. Оны көргім келді. Бірақ билеттер сатылымға шыққаннан бір аптадан кейін бағымды сынап билет алмақшы болдым. Мен билет сататын кассаға телефон салдым. Сатушы қыз телефонды алып тарқылдап күлді. Барлық билет 1 сағатта сатылып кетті деді. Мен онымен әртүрлі мәселелер туралы сөйлесе бастадым. Бір сәтте сатушы қыз: "Ой, тұра тұрыңыз. Осы бойы 3-ші қатардан 2 билет пайда болды. Сатып аласыз ба?" деді. Мен: "Я, аламын" дедім. Ол қыз маған: "Сіздің жолыңыз болғыш екен" деді. Мен болсам, мен білемін дедім. Сосын телефон трубкасын қойып, әдеттегідей өмір осындай дедім. Менің есіме хоккей матчына барғанымыз түсіп тұр. Ол жерде 50-50 лотереясы ойнатылып жатқан. 20 мың адам болды. 50% қайырымдылыққа кетсе, 50%-ын ұтыс билетін игере алатын. Мен 2 билет алдым. Ағам мен әпкеммен бірге бардым. Бір кезде ұтыс билетін хабарлап жатты. Мен өз билетіме қарадым, сосын әпкеме қарап: "Мен жеңген сияқтымын" дедім. Билетке қарасам, мен шынымен де ұтқанмын. $1000 астам ақша. Осы кезде мен өзіме не дедім деп ойлайсыз? Әрине, өмір осындай дедім. Не болды екен? Осындай қарапайым тәсілмен мен ақылымды жолы болғыш болуға программаладым. Мен бұл туралы қайта-қайта айта беремін. Мен бұны барлығына үйреткім келеді. Себебі нәтижесін өзім көрдім. Бүгіннен бастап сіз де өміріңізді керемет сәт болған кезде өмір осындай деңіз. Осы қаруды пайдаланыңыз. Әр жақсылық көрген сайын өмір осындай деп қайталаңыз. Ол кезде сізге адам сенгісіз сәттіліктер келеді. Жақсы нәрсе көрдіңіз, өмір осындай деңіз.